Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапиян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Мен бүгін сіздерге ораза ұстаған адам істеуі тиіс 10 ұнамды амал туралы айтып беремін. Ұнамды амал деген, яғни ол парыз емес, сүннет емес, Алла тағалаға ұнайтын амал болып саналады. Яғни істесеңіз сауап аласыз, істемесеңіз ол үшін күнә жоқ. Ең біріншісі ол сәресіге тұру. Яғни сәресіге кейбір адамдар бар, сәресіге ұйықтап қалады, немесе түнде іше салып сонымен ұйықтай салады деген. Ал бірақ адам сәресіге тұрса, ол Алла тағалаға ұнайды. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі де бар бұл тұрғыда, сәресіге тұрыңдар, сәресіде береке бар деген. Ал екіншісі сәресіні кешіктіріп ішу, яғни таң намазының уақыты кірерге жақындатып барып ішкен дұрыс екен. Бұл екінші ұнамды амал саналады. Ал үшіншісі ақшам намазын оқымастан бұрын ауыз ашу. Кейбір адамдар бар, ақшам намазының уақыты кірді, бірден намаз оқуға жүгіріп кетеді. Жоқ, одан гөрі бірінші ауыз ашып алып, мысалы құрмамен, сумен, содан кейін барып намазға тұру керек екен. Бұл да Алла тағалаға ұнайтын амалдардың қатарынан. Ал төртінші амал ол ауызды құрмамен немесе сумен ашу. Әрине, егер ол екеуі табылмаған жағдайда басқа да жеміспен, басқа да денелермен ауыз ашуға болады. Бірақ қазір енді құрма су жоқ деген, құрма болмай қалған күнде де су бар ғой. Сол себепті Алла тағалаға ұнайтын амал істегіңіз келсе, онда аузыңызды құрмамен немесе сумен ашыңыз. Сонымен қатар айналаңызға ауыз ашар беруде ұнамды амалдардың қатарынан мүмкін болса ауыз аштырғанда жоқ жітікті, кедей кепшікті, шынымен де қарны ашып жүрген адамдарды аузын аштырған дұрыс. Ал тағы бір ұнамды амалдардың қатарында, яғни алтыншысы аузы берік адам жүніп немесе хайыз кезеңінде болса, немесе нифас кезеңінде болса, онда таң намазы кіргенге дейін мүмкіндігінше сол жағдайынан тазару қажет екен. Бұл да Алла тағалаға ұнайтын амалдар қатарынан. Ал жетіншісі ол аузы берік адам тек жақсы сөз сөйлеу керек екен. Ал жаман сөз сөйлесе, ол енді оразасы аузы ашылып кетпейді десек те, аузы берік адамның аузынан жаман сөз шықса, ол Алла тағалаға ұнамасы анық. Сонымен қатар, егер сізді біреу жаңағы ұрыс-керіске итермелесе, немесе бір жамандыққа шақырса, онда мен оразамын деп айтуда сүннет амалдарының қатарынан екен. Алла тағалаға солай айтқаныңыз ұнайды. Ал келесісі, яғни 9-шысы, ол аузы берік адам бос уақытының барлығын нәпіл ғибадаттармен, яғни Құран оқумен немесе намаз оқумен өткізгені дұрыс. Ал соңғы 10-шы ұнамды іс туралы айтсам, ол Рамазанның соңғы 10 күндігінде ихтикафқа кіру. Яғни ихтикаф дегеніміз ол оңашалану болып табылады. Оңашаланып тек Аллаға құлшылық ету. Міне сол соңғы 10 күнде құлшылықты мүмкіндігінше көбейту керек. Өйткені адамдар андай күшті екпінмен алғашқы күндерін Рамазанның күшті өткізеді де соңында шаршап қалады. Ал сіздер керісінше соңғы 10 күндігіне көбірек назар аударыңыздар. Міне бар болғаны осы. Егер сіздер осы 10 амалды да істейтін болсаңыздар, онда Алла қаласа Алла тағаланың сүйікті құлдарының қатарынан боласыз деген үміттемін. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Егер сіздер осы 10 тізімнің біреуін істеп жүрген болсаңыздар, онда осы видеоның астына комментарийде жазыңыздар. Каналыма жазылып, лайк басып, осы видеоны таратыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.